Қазақстан азаматтығын алатындар мемлекеттік тіл білуден емтихан тапсырады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов мәлімдеді деп хабарлайды. Inform.kz хабарлауынша, бүгін Сенаттың жалпы отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында тілшілер үкімет басшысынан мемлекеттік тілді білмейтіндерге Қазақстан азаматтығын бермейтін заң қабылдау мүмкіндігіне қатысты сұрақ қойды. Осы орайда бұл бағыттағы жұмыстар қалай жүргізілетіні де сұралды. Тиісті заңнамаға өзгерістер қаралып жатыр. Осы нормалар үкіметте келісу сатысынан өтіп жатыр. Жалпы бұл нормаларды қолдаймыз. Сондықтан осындай өзгерістерді заңнамаға енгізу керек деп санаймыз, деді Смайылов. Бұл тұрғыда ол аталған өзгерістер халықаралық тәжірибеге сүйеніп дайындалғанын атап өтті. Көптеген елде азаматтық алу үшін мемлекеттік тілді және сол елдің тарихын білу керек. Сондай-ақ тиісті емтихан тапсыру міндеттеледі. Германияда, Түркияда, Канадада, Ресейде және басқа да мемлекеттерде осындай талаптар бар. Ол талаптар аясында азаматтық алатын адамдар сол қоғамға тез бейімделіп кетуіне ықпал етеді. Сондықтан тиісті емтихан тапсыру керек деп ойлаймыз. Яғни азаматтық алатындар бұл талаптарға сай болуы қажет, деді премьер-министр. Сонымен қатар үкімет басшысы кейбір санаттарға бұл талаптар қолданылмауы мүмкін екенін жеткізді. Этникалық қазақтарға және кәмелетке толмағандарға, сондай-ақ халықаралық шарттарға сәйкес жеңілдетілген тәртіппен азаматтық алатын адамдарға аталған талаптар қолданылмайды. Осы орайда Қазақстанда жақын туыстары тұрса, немесе жұбайы Қазақстан азаматы болса, сондай-ақ елімізге еңбегі сіңген адам болса, онда тиісті шешіммен жеңілдетілген түрде осы адамдар азаматтық ала алады, деді Әлихан Смайылов. Оның сөзіне қарағанда, үкіметтегі келісу сатысынан өткеннен кейін бұл құжат жақын арада парламенттің қарауына түседі. Бұдан бұрын хабарлағандай, мемлекеттік тілді білмейтіндерге Қазақстан азаматтығын бермейтін заң қабылданады.